Ильяс Жансүгіров қазақтың көрнекті ақыны, драматургы, қоғам қайраткері. Ол 1894 жылы Жетісу өңірінде дүниеге келген. Оның «Күй», «Дала», «Құлагер» деген поэмалары қазақ әдебиетінің асыл мұраларының бірі. Ильяс Жансүгіров 1937 жылы саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 1938 жылы атылды. Алайда оның шығармалары әлі күнге дейін жастарды шабыттандырып, ойландырады. Ал сіз Ильяс Жансүгіровтың қай шығармасын білесіз? 1928 жыл. Қазақ даласын қара түнек басты. Кеңес өкіметінің тап жауларын жою саясаты басталып, ауқатты қазақтарды кәмпескелеу туралы бұйрық шықты. Кеше ғана туған жерінде төрелік еткен байлар мен игі жақсылар бір сәтте қудалауға ұшырады. Мал-мүлкі тәркіленді, өздері жер аударылды. Түрмеге қамалды, тіпті атылып кетті. Олардың арасында әділетсіздікке қарсы шыққандар да, халқын қорғауға тырысқандар да болды. Бірақ қарулы билікке қарсы тұру мүмкін бе еді? Байлар ғана емес, қарапайым халық та бұл зұлматтың құрбаны болды. Малынан айырылған ел ашаршылыққа ұшырады. Кеше ғана қой өргізіп, жылқы қайырған ауыл тұрғындары енді қайыршыға айналды. Қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан тіршілігі талқандалды. Адамдар туған жерін тастап, жан сақтау үшін босып кетті. Бірақ қайда барса да оларды аштық пен өлім күтіп тұрды. Біреулер жақындарын аман алып қалу үшін бас сауғалап шекарасы, енді біреулер өмірін құрбан етіп әділдік үшін күресті. Бірақ әділдік бар ма еді? Байларды қаралап, оларды халық жау етіп көрсеткендер өздері билікке ұмтылды. Жақынын сатып, бір жапырақ нанға бола туғанын опасыздық еткендер көбейді. Қазақтың басына түскен бұл нәубеттің шынайы көрінісін Ильяс Жансүгіров өзінің «Кәмпеске» шығармасында айқын суреттеді. Бұл жай ғана бір адамның емес, бүкіл ұлттың трагедиясы. Ол байлар мен кедейлердің тағдыры арқылы сол кезеңнің қорқынышты ақиқатын көрсетті. Достың жауға, бауырдың сатқынға айналған кезі. Билікке сенудің, шындық іздеудің мүмкін болмаған уақыты. Бірақ бұл тарих, оны білу, оны түсіну біздің парызымыз. Кәмпеске өткеннің ащы сабағы. Оны ұмытсақ, болашақта да жоғалтамыз. Ендеше оқы, ойлан, ұмытпа.